Ассалаумағалейкум. Бүгін бізде қарашаның 14-і. Қазір сағат 9:28. Жұмысты бастаймыз. Алғашқы тапсырыс зеленый 4 деген саяжайдан орталық базарға машинаны заправить етіп алдық болмай. Енді қазір жұмысқа кірісетін боламыз. Бүгін түске дейін жұмыс жасаймыз. Яғни 3 сағаттың жобасы жұмыс жасаймыз. Көрейік 3 сағатта қанша тапсырыс беретін болатынын. Мен қазір индрайвермен жүрмін. Осы бойы. Түске дейін көрем тағы индрайверге. Эксперимент жасап көрейік индрайверге. Қалай болады. Сосын ең соңында, егер де Яндекспен дәл сол тапсырысты жасасам, қанша теңге болады, сол туралы барлығын айтатын боламыз. Кеттік. Машинам оталмай қалды дейді. Жолдасыммен қызым шығады дейді. Қазір бұл айтқандай орталық базарға. Мына көлік. Үйде оталдырып тұрмасаң машина салқын. Аяз тағы да салқындап кетті. Жасы қанша? Қазір міне -22. Как -29. Достар, манадан бері видеолар шығарған жоқпын. Бүгінгі табысты көрсетейін. Таңертең сағат нешеде шыққанмын? 9:44-те шыққанмын. Қазір сағат қанша? 11:12 болды. 11:57 болып тұр. Индрайверден 2,5 мың теңге табыс түскен. Яндекстен индрайверде болмағанда Яндекстен тағы да табыс алғанмын. Кішкене тапсырыс, 3 тапсырыс 1858 теңге. Бұл деген таза табыс, 1858 теңге. Видеоның соңында шығаратын боламын. Қанша теңге табыс тапқанымды. Сосын мынадай кітап алдым. Герман Гессе, Сиддхартха, путешествие к земле Востока. Книги, изменившие мир, писатели, объединившие поколения. Эксклюзивная классика. Осындай кішкене білімді арттырайын деп 600 теңгеге сатып алдым. Сосын мынадай қазақша сөз тізбектерін сатып алдым. Бұл анама, қызыққа. Бұл жақсы көреді, ұнататын еді. Осындай нәрселерді бұрын білесіздер ғой. Интернет қатты дамымағанда, баяғыда енді Nokia-лар кезінде ше, ондай агентке мықты қазір тәуелді болып қалдық қой интернет. Алдындағы бір бала қасында ырғыздың жігіті айтады, ауылдың ар жағында Тәуіп деген жерде тұрам дейді. Ырғыздың ар жағында Тәуіп деген ауыл бар екен. Сол жақта интернет жоқ дейді, WhatsApp-қа кіре алмаймыз дейді. Сосын сұраймын, қалай енді? Қалай өмір сүресіңдер енді былай? Қалай интернетсіз өмір сүресіңдер десем, солай дейді. WhatsApp-қа сөйлесе алмаймыз, только жаңа телефонмен сөйлесеміз, алло, болды дейді. WhatsApp вообще қолданбаймыз дейді. Таңғалдым. Біздер деген енді мен бар ғой, 5 сағат жарты күн шыдау мүмкінмін интернетсіз ше. Бірақ қиын болады ол. Сосын маған кітапта осындай мен оқығаным ұнайды. Электронный қарағанда. Өйткені бұл электронный оқитын болсам, қазір WhatsApp-тан сообщение келеді, Instagram-нан тағы бірдеңе келеді, соны не істеп кетесің, алаңдап кетесің. Сол осының кезінде осыны анам қаттан ұнататын еді. Қазір анама апарып беремін. Мынау қарындасымның жаңа осы жақта тапсырыс берген заты, ана алып. Бүгіндікке осы. Енді қазір түстен кейін бұйырса Шұбарға қарай шығатын боламыз, Алла қаласа. Шұбарға жаңа достарымызбен бірге барып қайтамыз, достарымызды қыдырып қайтамыз. Біз енді жире берейік, ондай бас қосу ғой достарымыз. Бірлерді гәп әркім әртүрлі айтады. Рахмет бірге болғандарыңызға. Бұл кішігірім ролик, короткий ролик болады. Бұл 2023-тің екінші күні. 2023-те екінші күні таза табыс, жаңа мені таксиден таза табыс. Рахмет баршаңызға көп қолдауларыңызға. Аманшылықта, саушылықта. Газель отандырады, машина отандырады жігіттер келді. Газельдер маған түйіштіме мотор. Тойотский мотор. 12.9 дейді. Аз емес пе ватаж? Негінде GVC екіпақ.
біздің Камриде осындай тұр. Камриде осындай. Жақсы екен. Ассалаумағалейкум, баршаңызға кеш жарық. Бүгін бізде 16 қараша. Опа. Қазір біз отбасымызбен, қызым және келіншегім үшеуміз керуен сетеге кетіп бара жатамыз. Баланы ойнатуға. Сосын айта кететін жағдай, кешегіде Шұбарға барып қайттық. Баруым бардық, қайтарда да жақсы келдік. Қайтып келгеннен кейін досымның үйіне апарып тастадым. Досымда келіншегім екеуін бірге. Кішкентай қызымыз бар, соны бірге апарып тастадым. Сол үйге поворотқа бұрылғаннан кейін сол үйінің парковкасында машинаның гранатасы кетіп қалды. Сыртқы граната. Сол үшін өзімше істеймін деп істегім келді, бірақ дегенмен қарасам ана астарындағы шестигран екен. Аяз уақытында бірден сынып кетеді, ондай нәрселер. Сынып кетеді, немесе резбус кетіп қалады. Сосын қой жоқ дедім де, бір жағын істедім, бір жағын резбусын кетіріп алдым да, сосын қой таста дедім де, индирайверден 1000 теңгеге Renault Duster жалдап, үйді сервискіне апарып тастадым. Сол сервистен несін ауыстырып, гранатасын ауыстырып, лобовой саниге кетіп қалған, астыңғы тоже оны ауыстырып, сол 8000 теңгеге шықты. Машинаның содан кейін жуып, кішігірім такси қызметінде болдық. Яндекстен 3 тапсырыс, индирайверден 2 тапсырыс па, сондай бір сағат, 2 сағатқа шығып кеттік. Сосын айта кететін жағдай, енді жұмысқа кірісетін боламыз алдағы уақытта. Мен қызық экземпляр көрдім, Газельдің әдемі, кешегіде машина Камриде оталдыратын кезде келген, сонда қосып жібердім, керемет Газель екен. Мынадай подлокотник істеп алдым. Негізі орында не болды, негізі кожа болды. Кожа бүйтіп несе алып қалды да, сосын орында міне апшыва деп тұрсам әдемі, е? Қазір қалай әдемі ме? Мұнамен сәйкес келеді ме? 2700 теңге дейді. Андай тарсылдататын өзімде бар екен. Сонымен істеп алдым. Мына жағында істеп едім. Негізі мынадай жаңатан қойып едім ғой. Онымен мына жағы водитель жақсы неғып. Қарау керек, күн жылғанды қайтадан. Жақсы, жолымыз болсын. Видеолар, қызық видеолар салып болып жатса салып отырам. Мусор төгу керек. 72% болды судың температурасы. Баршаңызға күндеріңіз сәтті өтсін, демалыстарыңыз керемет өтсін, көңілді өтсін. Бүгін негізі дүйсенбі жұмыс күні, дегенмен де кешкі демалыстарыңыз жақсы өтсін, керемет өтсін.